жақсы жылтырақ сияние беріп тұруға хайлайтер жағамыз жақсы ма? Ең бірінші бізде ең бірінші контур жасаймыз. Скулар прям күшті болып тұр. Одан кейін бізде румяна жағамыз. Бетіңе балғын свежесть беру үшін. Күшті. Енді бізде хайлайтер осымен жағамыз. Мұнда мұрның үстіне, екі бетіне кішкене. Одан соң ернінің үстіне кішкене және иегіне. Кәне жан жаққа қарашы. Керемет. Енді соңғы бізде ернің қалды. Бізде сыртына карандашты жан жаққа толық бояу үшін біреуі және біреуі ерін талабын жан жаққа ерінге толық жағу үшін жақсы ма? Ең бірінші карандашты жан жағына. Формасы күшті болды. Енді помаданы ерін талабын жан жаққа толық жағуға жақсы ма? Мына түс саған өте қатты жарасады екен. Және соңғы бұл бізде жалпы барлық макияжыңды реттеу үшін арналған қылқалам. Жақсы ма? Міне бәрін жақсылап реттеп шығайық. Растушевка қалай айтылады? Оны қазақша қалай айтылады? Ретке келтіру. Реттеу. Жақсы, солай деп айта берейік.